Армысың көрермен? Рух реалитидің кезекті 7-ші сериясы Маха мен көк команданың ұрысуымен басталады. Негізі Маханы командаға қайта қабылдамау керек еді, бірақ іске Рамазан араласып Мазаны қайта орнына отырғызды, және Рамазан Дастанға сен мүмкін көк команданы дұрыс бастай алмай жүрсің деп сұрақ қойды. Дастан келесіде мұндай алауыздық болмайды деп сөз берді. Дастанның капитандық қателіктері туралы алдыңғы серияда айтқан болатынбыз. Енді Дастан өзінің әр әрекетін қайта қарастырып өзгеруі қажет. Әйтпесе, дәл қазір көктерде капитан деген аты ғана бар да, ондай адам болмай тұр. Мафия ойынына келсек, карточка ұлықтың сумкасынан табылды. Салған адам ретінде көпшілік Дастаннан көрді. Бірақ Дастан болмай шықты. Меніңше осы ойын өтірік ұйымдастырылған сияқты көрінеді. Мафия дәл қазір ешкімде емес, карточканы салып жүрген ұйымдастырушылардың өзі. Соңғы жақтарында адам азайғанда алдын ала келісілген адамдардың біріне мафия рөлін бере салады. Оны қатысушылардың көпшілігі біледі, бірақ камера алдына өтірік ойнап отыратын сияқты. Өйткені көпшілігі мафия кім деп бас қатырмайды да, асықпай ойланса табуға болады ғой. Олар мафия ойынын тек конференцияда ғана еске түсіреді. Алдын ала келісілген кісілерге ойыннан ұтылған жағдайдағы жарты гонорарды ұстап қалу шарты жүрмейтін болуы мүмкін. Таңертең Аханай мен Абылай қызылдардың бөлмелерін аралап су шашады. Бұл жерде Тикош пен Абылай ерегісіп қалады. Артынан Абылайға Еркебұлан тиіседі. Неге Абылаймен бірге жүрген Аханайға ешкім тиісе алмады? Ал Абылай байғұсты сәлден соң қайта тауып алып үстіне ыдыспен су шашады. Және Еркебұлан күресуге шақырып, өзі жеңіліп қалады. Жеңілгеніне намыстанған Еркебұлан жұдырықпен минуткаға шығуға шақырады. Бірақ Абылай кешке жекпе-жегі бар екенін сылтауратып шықпай қояды. Еркебұлан өзіне әлсіз қарсылас тауып алды. Кекшіл болса барып Ерасылға тиіссін. Ерасыл өзі келіп қайта қадағанда Еркебұлан қарсыласуға да дәті бармай жерге құлай берген жоқ па еді. Енді келіп Абылайды күресуге шақырып, өзін мықты қылып көрсеткісі келеді. Еркебұланның ондай әртістігі Ерасылға өтпейді. Еркебұлан да соны біліп жүр. Енді жекпе-жектерге келсек, Абылай Тикошты жеңді. Бұл жерде көктердің бірінші ұпайын алғанына қуанғанымызбен, Тикоштың осылай жеңілгеніне жанымыз ашыды. Тикош барлық жағынан көрерменге ұнайтын жігіт, бір сөзді айтқаннан қайтпайтын мінезі бар екені көрініп тұр. Бірақ осындай жігіттің жалқаулығынан таяқ жеп жатқанын көрген жанға батады екен. Жалқаулық ер жігіттің соры. Тикошқа өзін ретке келтіріп, дайындықты бастау керек. Жекпе-жекте қаншама денсаулығыңды қалдырасың. Сол үшін де өз денсаулығыңды қадірлеуің керек. Ал Абылай өзін жақсы көрсетті. Дайындық бар екені көрініп тұр. Абылайдың спортқа, жекпе-жекке деген көзқарасы айналасындағылардан бір бас жоғарғы деңгейде екені көрініп тұр. Абылай өз жеңісіне соң Шофқалды жекпе-жекке шақырып, оған басыңды бір жеріңе тығып жіберемін деген әңгіме айтты. Бұнысы енді артық болды. Және Шофқалды жеңемін деп өзіне көп алып тұрған сияқты. Тикошты жеңдім деп бірден Шофқалға жүгіруге ерте емес пе? Ол жігіт өте мықты атлет. Қазіргі таңда UFC жауынгері Арман Царукянның өзі оны алдағы жекпе-жегіне дайындалуға көмектесуін сұрап шақырып, екеуі бірге оқу-жаттығу жиынында жүр. Шофқал атын қаншама жекпе-жектерде дәлелдеп жүрген жігіт қой. Бұл менің ойым, Абылай Шофқалдың деңгейіндегі спортшы емес, әрі Шофқал Абылайдан біраз ірілеу сияқты көрінеді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Абылай Шофқалға қарсылас бола алады ма? Пікірге өз ойыңызды жаза кетсеңіз. Ал екінші жекпе-жекте Рустам мен Аханай шықты. Мен бұл жекпе-жекте Аханай жеңеді деп ойладым. Біріншіден Аханай өте намысты жігіт болып көрінді. Екіншіден Рустам сәл ебедейсіз. Спорттық деңгейі інісі ұлықтың ар жақ бер жағы болып көрінді. Бірақ Рустам өте мықты боксшы екен. Аханай қанша тырысқанымен техникасы жетпеді. Рустам рингті өте жақсы сезінді. Соңында тіпті Аханайды нокаутқа құлатты. Аханай Рустамға өзі бастап тиісіп еді. Енді ойланып отырған шығар. Бекер шықтым деп әлі күнге ойланам деп Аханайға жұдырықтасуды жетілдіру керек. Бір ғана күреспен ұзаққа бара алмайсың. Мен көктерде бір жеңісті жұлып әкелетін жігіт осы Аханай деп сенген едім. Үмітім ақталмады. Есеп 4-1. Енді көктер жеңіске жету үшін қалған жекпе-жектің барлығын ұтып шығулары керек. Ал Рустамның келесі жекпе-жегі бізге қызық болар еді. Рустамға келесі лайықты қарсылас деп кімді айтар едіңіз? Пікірге жазып кетіңіз. Бүгінге осы шолу ұнаса каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Келесі кездескенше.